Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, сіздермен бірге биологияны жетік меңгерем онлайн курсы және оның авторы Шакаримова Қалымқожа. Құрметті оқушылар, бүгін біз сіздермен эволюцияның түрлері, өзгергіштік, тіршілік үшін күрес деген тақырыптарды қарастыратын боламыз. Жалпы алғанда эволюция екі үлкен топқа бөлінеді екен: микроэволюция және макроэволюция. Микроэволюция дегеніміз бұл түрдің пайда болуы. Макроэволюция дегеніміз түрден жоғары жүйелік топтардың пайда болуын макроэволюция деп атайды екенбіз. Енді микроэволюция терминін ғылымға енгізген Филипченко, макроэволюция терминін енгізген Тимофей Рисовский екен. Микроэволюция нәтижесінде жаңа айттық, түр популяция пайда болады. Макроэволюция нәтижесінде тұқымдас, туыс, класс, отрядтың пайда болады екен. Микроэволюцияны біз көре аламыз, себебі ол қысқа мерзімде жүреді екен. Ал макроэволюцияны жүру уақыты өте ұзақ, геологиялық ғасырлар бойы жүреді екен. Енді микроэволюцияның жаңа айттық, түр мен популяция дедік, түрден жоғарғы топтардың. Енді зерттелуіне келетін болсақ, микроэволюцияны тікелей бақылау жасауға мүмкіндік бар. Енді макроэволюцияны адамның ғұмыры жетпейді, сондықтан оны салыстырмалы анатомиялық, геологиялық және эмбриологиялық әдістер арқылы зерттеп дәлелдей алады екенбіз. Сонымен микроэволюция түрдің пайда болуы, макроэволюция түрден жоғары жүйелік топтардың пайда болуы. Оқушылар, енді эволюцияның екінші қозғаушы күші бізде естеріңізде болатын болса, тұқым қуалайтын өзгергіштік болған. Тұқым қуалайтын өзгергіштік, жалпы өзгергіштік дегеніміз ағзаның жаңа қасиеттерге ие болуы. Ал тұқым қуалайтын өзгергіштік ол бізде екіге бөлінеді екен: мутациялық өзгергіштік және комбинативті. Мутациялық өзгергіштік дегеніміз ағзаның хромосома санының, генотипінің секірмелі түрде кенеттен өзгеруі. Ол геномдық, гендік, хромосомалық және цитоплазмалық болып бөлінетін, естеріңізде болатын болса. Неден болады? Радиациядан, химиялық заттардан, вирустардан болуы мүмкін. Ерекшелігі неде? Кенеттен пайда болады, тұрақты болады және тұқым қуалайды. Көбінесе зиянды болады. Мысалға алатын болсақ, Даун синдромы, 21-ші хромосоманың артық болуы. Өсімдіктерде хлорофилдің жоқ, ала жапырақтың пайда болуы. Альбинизм, бұл меланин синтезіне жауапты геннің модификациясы. Яғни көріп отырсаңыздар, бұл көбінесе зиянды болып келеді. Сонда мутация дегеніміз генотиптің кенеттен секірмелі түрде өзгеруі. Тұқым қуалайтын өзгергіштіктің екінші түрі бізде комбинативті өзгергіштік. Комбинативті өзгергіштік дегеніміз жынысты көбею кезінде ата-аналардың гендерінің хромосомаларын жаңа комбинация түзуі. Бұл неге болады? Себебі мейоз кезінде естеріңізде болатын болса, кроссинговер жүреді. Кроссинговер дегеніміз хромосомалардың айқасуы. Екіншіден, хромосомалар тәуелсіз ажырау жүреді екен. Үшіншіден, ұрықтану кезінде гаметалардың кездейсоқ қосылуы. Енді бұл кезде ерекшелігі қандай? Бұл кезде гендер өзгермейді, тек гендердің жаңа үйлесімі пайда болады. Бұл тұқым қуалайды. Мысалға алатын болсақ, бір анадан туған балалар мүлдем бөлек, бір белгісін әкесінен, бір белгісін шешесінен алады. Яғни жаңадан үйлесім түзілді. Сол сияқты бұршақ тұқымдастар естеріңізде болатын болса, бірінші ұрпақта сары тегіс болған және жасыл бұдыр болған. Ал енді екінші ұрпақта сары бұдыр, жасыл тегіс шықты. Яғни екінші ұрпақта осы белгілер жаңадан үйлесім түзді. Яғни бұл комбинативті өзгергіштік. Комбинативті өзгергіштік дегеніміз ата-аналарында гендердің жаңадан үйлесім түзуі. Бұл да тұқым қуалайтын өзгергіштікке жатады екен. Оқушылар, енді біз өзгергіштіктің гомологиялық қатарлар заңын қарастырамыз. Яғни бұл не деген сөз? Туыс, бір-біріне жақын, генетикалық жақын түрлерде тұқым қуалайтын өзгергіштік бір-біріне ұқсас болады. Яғни бұл заңды орыстың атақты селекционер ғалымы Николай Иванович Вавилов ұсынған екен. Енді қарапайым тілмен түсіндірсек, егер бір түрде белгілі бір өзгергіштік пайда болса, сол өзгергіштік оның жақын туысында да пайда болуы мүмкін. Жақын туыстас түрінде, генетикалық жақын түрінде де пайда болуы мүмкін дегенді білдіреді екен. Яғни бұл гомологиялық қатарлар заңы өзгергіштіктің. Туыстас
түрлер мен түрлерде пайда болатын тұқым қуалайтын өзгергіш бір-біріне ұқсас болады. Яғни бір-біріне генетикалық жақын ағзаларда болатын өзгергіштік бір-біріне ұқсас болады. Мысалға алатын болсақ, бидайда масақты, қылтанақты, ақ дәнді, қызыл дәнді формалары бар екен. Тура осындай формалар бидайдың туыстас тұқымдастары, астық тұқымдастар, арпа, қара бидай және сұлыда. Сонда сұлыда да ақ дәнді, сұлыда да бидайдағы сияқты қызыл дәнді, масақты, қылтанақты формалары бар. Неге? Себебі олар генетикалық жағынан бір-біріне жақын. Сонда генетикалық жағынан жақын ағзаларда болатын өзгергіштік бір-біріне ұқсас болады. Бұл заң өзгергіштіктің гомологиялық қатарлар заңы. Заңды ұсынған орыстың атақты селекционері Вавилов. Енді балалар, эволюцияның үшінші қозғаушы күші ол тіршілік үшін күрес. Тіршілік үшін күрес дегеніміз ағзалардың тірі қалып, артына ұрпақ қалдыруы. Неге тіршілік үшін күрес жүреді? Оны Чарльз Дарвин былай түсіндірген екен. Біріншіден, ағзалар шексіз көбейеді. Және екіншіден, оларға қажетті табиғи ресурстар шектеулі. Яғни олардың арасында осы себептен тіршілік үшін күрес жүреді. Жалпы алғанда, тіршілік үшін күрестің үш түрі бар екен. Біріншісі түр ішілік, екіншісі түр аралық, үшіншісі қолайсыз жағдаймен күрес. Түр ішілік күрес бір түрге жататын даралардың арасында жүреді. Олар мекен ету ортасы, жыныстық әріптес, қорек, жарық, тағы да басқа ресурстар үшін күресшілік. Тіпті ананың құрсағының өзінде бұл тіршілік үшін күрес жүреді екен. Бұл тура болуы мүмкін, немесе жанама түрінде болуы мүмкін. Тура ашық күрес. Мысалы үшін, бұғылар аналықтар үшін бір-бірімен сүзісіп, талас жүргізеді. Ал жанама күрес, мысалға алатын болса, бұнда қақтығыс болмайды. Жылы жақтан ұшып келген құстар, кім бірінші ұшып келсе, сол жақсы жерде емденіп, жақсы балапандарын көбейтуге мүмкіндік алады. Яғни бұл жанама күрес. Сонымен түр ішілік күрес бір түр дараларының арасында жүреді. Бұл ең шиеленісті күрес болып табылады екен. Екіншісі түр аралық күрес. Бұл екі түрдің арасында жүреді. Қоян мен қасқыр, шүйбөрі мен азығы. Және паразит пен оның иесі арасында, екі түрдің арасында жүреді. Бұл күрес түр аралық деп аталады. Енді үшінші күрестің түрі ол абиотикалық факторлармен күрес. Яғни ағза өзінің әсер ететін қолайсыз жағдайлармен күрес жүргізеді. Соған сәйкес бейімделеді. Мысалы үшін, су жетіспейтін жақтарда өмір сүретін өсімдіктердің тамыры тереңге кетеді. Жапырақтары тікенекке айналған деген сияқты. Солтүстіктегі жануарлардың тері жамылғысы қалың, тері астында майы бар. Яғни кез келген ағза өзінің тіршілік ететін ортасына сай күрес жүргізіп бейімделеді екен. Енді осылай күрес жүргізу барысында тірі қалған даралар тіршілік үшін күрестің тірі қалады және табиғи сұрыпталуда жеңіске жетеді екен. Яғни тіршілік үшін күрестің нәтижесінде әлсіз болып табылған түрлер жойылып кетпейді, олар аздаған ұрпақ береді екен. Сонымен тіршілік үшін күрестің үш түрі: түршілік, түраралық және қоршаған ортамен күрес. Құрметті оқушылар, бізде табиғи сұрыпталу деген ұғым бар, қолдан сұрыпталу. Қазір сіздермен осы екі ұғымды бір-бірімен салыстырамыз. Табиғи сұрыпталу дегеніміз қоршаған ортаға бейімделген белгілері бар дарақтардың тірі қалуы. Ал қолдан сұрыпталу дегеніміз ол адамға қажетті белгілері бар даралардың тірі қалуы. Қолдан сұрыптауды адам жүргізеді, табиғи сұрыптауды қоршаған орта, табиғат жүргізеді екен. Қолдан сұрыптауда адам белгілі бір мақсат қояды, яғни мол өнім беретін жануар мен өсімдіктің түрлерін алу. Ал енді табиғи сұрыптауда арнаулы бір мақсат жоқ, бірақ ағзалар қоршаған ортаға бейімделу керек. Енді әсер ету жылдамдығы. Табиғи сұрыпталу өте ұзақ
ауқымды уақытта жүреді. Ал қолдан сұрыптауды біз 5-10 жылда жаңа іріктемелер немесе қолтұқымдар ала алады екенбіз. Табиғи сұрыпталудың нәтижесінде түрлер пайда болады. Қолдан сұрыптаудың нәтижесінде өсімдіктердің жаңа іріктемелері немесе сорттары, жануарлардың жаңа қолтұқымдары немесе породалары, микроағзалардың штамдары пайда болады екен. Енді тұрақтылығы, пайда болған ағзалардың тұрақтылығына келсек, қолдан сұрыптаудың нәтижесінде пайда болған ағзалар, іріктемелер, олар қоршаған ортаға бейімделмеген, яғни адамның әрекетінсіз өмір сүре алмайды болады екен. Енді ал табиғи сұрыпталудың нәтижесінде пайда болған жаңа түрлер қоршаған ортаға бейім болып келеді екен. Енді қай кезде пайда болды? Табиғи сұрыпталу сонау тіршілік пайда болғаннан бастап миллиард жылдан бері жүріп келеді. Ал қолдан сұрыптау ол адам ауыл шаруашылығымен айнала бастағаннан бастап, жануарларды қолға үйретіп, егіншілікпен айнала бастағаннан бастап жүреді екен. Енді мысалға келетін болсақ, табиғи сұрыпталуға Дарвин құстардың тұмсығының өзгеруін осылай мысал болады екен. Ал енді қолдан сұрыптауға келетін болсақ, біз мол өнім беретін сиырдың қолтұқымдарын алғымыз келеді. Помидордың өте дәмді іріктемелерін алу қолдан сұрыптауға мысал болады екен. Құрметті оқушылар, бүгін біз сіздермен эволюцияның түрлері, өзгергіштіктің түрлері, тіршілік үшін күрес және қолдан сұрыптау мен табиғи сұрыптауды салыстырдық. Сіздерге менің түсіндірген сабағым түсінікті болды ғой деген ойдамын. Сіздерден сұралатыны слайд презентациядағы негізгі ұғымдарды жазып аламыз және онлайн тест платформасындағы тестті шешеміз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен құрметпен сіздердің ардақ мұғалімдеріңіз.